Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Өздеріңізге торапта домбыра еріп жүрген Ерлан мұғалімнен жалынды сәлем. Ой, Ерлан мұғалім, көп уақыт болды домбыраның үйретілу кескіндерін шығартмай кеттің ғой. Қайда кеттің? Сен не деген қар баласың? Сенің ойыңда анда-мында бір жаңа мазмұн жаңалап тұрасың, ал басқаларды көрсек осы күнде жаңалап жатады деген сияқты пікірлер түсіп жатыр. Ол айтқандарыңыз орынды. Енді осы пікірге, осы келіп түскен сөздерге туралы мен өзімді өздеріңізге қысқашалай бір таныстырып өте шығайын. Мен болсам 2018 жылы Ташкент бітіргеннен кейін Тарбағатай Мағасаван қаласындағы орта дәрежелі кәсіптік техникалық мектепке бөлінген болатынмын. Өзімнің оқыған мамандығым осы мұғалім. Негізінен осы мектепте қазір қызметке тұрғаныма 8 жылға аяқ басты. Осы мектепте негізінен электронды сауда кәсібіне сабақ беремін. Әдетте кескін тарту, сурет тарту, оны жасау, және тордан дүкен ашу, одан кейін мына тікелей эфир жасау. Осы сияқты өзіміздің осы кәсіпте, осы кәсіптік сабақтарды беремін. Сонымен өзім бір жағынан класс жетекшісімін. Осы қызметке шыққаннан бері қарата 8 жыл үзбей класс жетекшісі болып келе жатырмын. Сонымен енді мұғалімді түсінетін кісілер негізі мұғалім қандай қарбаласа екенін білетін болу керек. Біз енді сенбі қысы жаз демалыс тұрақты дегенменен де әдетте ерекше қарбалас жүреміз, тапсыратын көптеген материалдарымыз болады деген сияқты. Ал содан кейін үйге келгеннен кейін негізі демалғымыз келеді. Көңіл жақтан болсын, қызметтегі басымдылықтан болсын деген сияқты. Соныменен әсіресе осы мына қысы жаз демалыстарда біз демалыс тарағаннан кейін сол уақыттарда көптеген күйлерді, әндердің үйретілу кескіндерін шығарып жатамын. Енді арада өзім бір демалып, басқалай қызмет, басқалай той-пой деген сияқты шақыру болмаған кездерде осындай кескіндерді шығарып жүремін. Соған бола сіздер Ерлан мұғалімнің осы ойын парақшасынан алыстап кетпеңіздер. Бұл бір жағынан, екінші бір жағынан болатын болса, осы тек қана осы ойынға шығарған емес, өзім жекелей тартып қойған, дайындап қойған кескін сабақтарым да бар. Соны өздеріңіз хабарлассаңыздар болады. Менің осы ойыныма жекелікке сөйлесеңіздер болады. Ол жағы ешқандай жабылған жоқ, ашық тұр. Енді кейбір кісілер енді мазаламасын деп жекелікке сөйлеу үй қуатын жауып тастайды ғой. Менде ондай емес. Ал одан кейін болатын болса, енді мына домбыра, Ерлан мұғалім, осы сен неге домбыра дүкен ашпайсың? Елдер осы домбыра, сен енді мына 40 мың оқырманың бар екен. Әрбір жаңа мазмұн туынды шығарған сайын сенің мына елдердің жүрек басқаны болсын, пікір аймағындағы пікірлері болсын, барлығы жақсы. Сен неге бір домбыра дүкен ашпайсың деген бір сұрақтар түскен кезінде. Енді оған беретін жауабым болатын болса, мен өкіметте істейтін кісілеріміз білуі мүмкін. Өкіметте істегеннен кейін біз артық екінші кіріс, я болмаса дүкен ашуымызға басқалай кіріс кіргізуімізге негізінен болмайды. Осы себептен негіз домбыра дүкен ашпадым. Енді домбыра дүкен ашатын болсам кейіндер енді басқалай жол арқылы ашу мүмкін. Бірақ әзір негізі ондай көп ойда жоқ. Ал енді домбыра алмақшы болсаңыздар, енді мен сіздерге өзімнің танитын ағаларымның, жақын достарымның ашқан дүкеннен және алда уақытта өзімнің домбыра ұстазымда домбыра жасап базарға салғалы жатыр. Өздеріңізге осындай сенімді жерден, тіпті болмаса арғы беттен сияқты сенімді жерден өздеріңізге домбыра алдырып беруіме болады. Я болмаса сіздерге солардың хабарласқысын беруіме де болады. Сондықтан менен әрқашан алыстап кетпеңіздер. Мен әрқашан сіздермен біргемін. Қажеттеріңіз болса жекелікке сөйлеп, одан осы кескін таратып, маған көптен назар салып, жүрек басып, лебіз қалдыру орнына сіздердің қандай күтетін талаптарыңыз бар, соны жаза кетіңіздер. Бүгін бір осы уақыт шығарып өздеріңізге қысқаша бір 4,5 минут кескін тартып қойдым. Рахмет сіздерге.